Қалайсыздар достар, бәріне салам, сіздермен бірге мен Данигал және менің каналымдағы жаңа влог видео қош келдіңдер. Достар, бүгінгі видеода мен сендерге өте көп зат жаңалықтарды көрсетейін деп жатырмын. Сол үшін влог түсіріп жатырмын. Достар, мен пока қалтамда телефон шығарып жатқан шығар, сендер аямай лайктарын басыңдар. Алдында мен машина сатып алғанда влог түсіргенмін, көрсетіп. Бәріне ұнапты. Рахмет. Және сол влогтың жалғасы десек болады. Көп айтқан заттарды осы видеода шешеміз. Достар, қазір сағат таңғы 9-дан 34 кетті. Бүгін 26 ноябрь. Мә достар, менде сендерге айтатын жақсы жаңалықтар бар, жаман жаңалықтар бар. Мен қазір өзімнің Киямда тұрмын. Киямда тұрмын деген қалай отырмын. Ема Кия тоқпен ұрды жостқа. Достар, менің жаңадан сатылған жап-жаңа көлігімді біреу соғып кетті. Соғып кетті, онда бамперді конкрет иіп кетті, сендерге көрсетем. В общем, достар, мынау менің жаңа Киям, алдында сендерге көрсеткем. Мәшинені қалай қойған қарсашы, кеше просто орын болған жоқ. В общем, достар, өте жаман жаңалық. Менің жаңа көлігімнің бамперін бір адам соғып кетті. Білмеймін, оны көрді ма соққанын, или қашып кетті ма, біз сол адамды әлі іздеп жатырмыз. Бұлай қарағанда, қараңдар, осы жақтан бәрі царапина, еще мына жағы ашылған. Еще мына жағында мына тесік пайда болды. И қателеспесем, осымен достар біттім. И блин, достар, өте обидно. Бір апта болды машинада жүргенмен, уже біреу тиіп кетті. Қазір мен сендерге оның бәрін айтып беремін. А пока что машиненің айналарын қолмен ашуға тура келіп тұр, потому что бұл машинеде электрический не жоқ. Мен достар, мен машина былай айналып жүрмін, неге десеңдер, потому что анақтан өту қиын. Мен қыста кроссовкамен жүрмін, базы жоқ. Так, мынау айнасын ашып қойып. Оппана! Достар, мен бұл Кияны не үшін оталдырдым десеңдер, мен просто ана жаққа қойып қойып кеттім. Потом өйткені мынау адамдарға мен мешать етіп отқан сияқтымын. Мен машинамен достар уже 1049 км жүріп тастадым. Жаңалық айтатын өте көп. Қазір мен сендерге айтам, кім қалай соққан осы машинемді. Негізі машина достар кайфовый, қараңдар. Рыға қоясын, артқа жезін. Мерседеске қараны достар, Кия жаңа болғасын, жеп-жеңіл барлық заттар. Мен камера болғанды кайф. Так, мен ананы типкеде жаздадым. Сол үшін алда жүреміз. Екшене адам құсап, былай жүремін де. Былай артқа беремін де. 12 seconds later. Камерам болғанға достар қаныш, өзің білесің қанша, өзің көріп тұрсың қаншалыққа сен артқа кетіп. Так, мынау оң жағым, сол жағымызға машина сыймайтын сияқты, нормально достар. Все, рыға қоямыз, ручник қоямыз и паркингке сосын аударамыз да. Болды достар, машинамен қазір өшіремде, басқа жұмыстармен кетем. Кілтін жабамыз, ал кетіп машинаны жаптық. Айнасын жауып кетсекші, біреу парковаться етсе удобно болатындай. В общем, достар, осындай проблема. Менің машинамды біреу алып соғып кетті. Именно бамперін, достар. В общем, достар, давайте мен қазір Мерседеске барғанша, Мерседес достар, мен просто алысқа парковать етіп қоймын, өйткені менің орнымда машина толып тұрған кеше. Киямды алдында ағам алып кеткен жұмыстарымен. Сосын барып, азанда маған мынандай сурет жібереді ғой. Дайрек, мынау кеше болды ма дейді маған. Мен ананы қараймын, бамперге кәдімгі біреу тиіп кеткен. Шошып кеттім достар. Мен просто бір машина бір рет өте тығыз жерге қойым, опа, мақта мысы жатыр. Айтпақшылар, бүгінгі видеода мен сендерге жаңа жұмыс орнымды көрсем, мен көшіп кеттім. Көрсем қаяқта отырмын және ақбарыстың қаяқта жүргенін. В общем, достар, влог қызық болу керек. Мен бұл видеодан машина сатылама сатылмайтын белгілі болып Мерседестің. И Кияны соғып кеткен адамды біз іздеп жатырмыз. Ағамның үйінің алдында тұрған. Ағамның үйінің алдында камералар бар, подъездерді қарайтын. Сол камера арқылы біздің машина кім тиіп кеткен іздеп табан жатырмыз. Біз полицейскілерге звондап шақырғанбыз. Мынау достар, менің көшімнің бананы қараңызшы қандай дерзкий, еще 08. Шикарный машинасы, дөңгектері. Ал мынау біздің Мерс кір жуылмаған. Так, бұның кілті қайда? Бұның кілтін мен алмадым ба не? Мен Мерстің кілтін алмадым ба не? Кия оталдыршы Мерсті. Тупой Даник. Кілт қалдырып кеткенсің ғой, базы жоқ. Мінекей достар, мен кілтке жүгіріп барып бердім үйге. Машина аштық и қазір бұл көлікті маған оталдырып қыздыру керек болады. Мерседесті бірнеше күннен кейін айдадым. Киядан кейін бұл андай ешқайда асықпайтын ауыр машина ғой.
негізі достар, реально мынандай ескі Мерседестер трассаға ғана жақсы екен. Қалада достар, бұл машина жақсы жүру үшін бұған қазір мен алдындағы айтқан мотор жөндеу керек. Киямен проблеманы достар бұйырса бүгін шешіледі деп ойлаймын. Комментарияға өздерің пікірлерін жазыңдар, біз табамыз ба, таппаймыз ба, кім соғып кеткен. Бамперді достар менің ойымша бір дөңгелекпен соғып кеткен сияқты, осындай бір джип сияқты, мынандай дөңгелекмен. Өйткені ешқандай бамперге бампердің соғылған ізі жоқ, а біздің бампер дөңгелек царапать еткендей болып тұр ғой, короче. Енді сол видеозаписті күтеміз. Тапқан дұрыс жақсы болды достар, өйткені обидно, жап-жаңа машина и уже сөйтіп біреу сырып қашып кеткен. Білмеймін, ол адам көрді ма, өзінің сырғанын көрген жоқ па. Бірақ кетіп қалған енді қате болып тұр ғой. В общем, солай достар, қазір мен Мерседесті алып покупательге барамын. Бұл ол адамға мен айттым, моторынан желательно жөндету керек. Сондықтан соның тағы да көрсін деп жатыр. Негізі былай алғысы келіп тұр. Іші, машинаның іші, сырты бәрін ода. Mesela Mercedes салоны яғни дерзкий. Өте әдемі. Бірақ ана чек енді жабық. В общем, мотор бұл жерде қымбат. Мен қазір бұны жөндейін десем ақша жоқ, онда достар көп ақша керек. Не только бұл машинаға. Так, давайте нам басамыз. Блин, бензин құйып негізі машина жуу керек еді. Так, жаймен печкаларды қосып жылжитын сияқтымыз. В общем, достар, бәрін айттым деп ойлаймын. Кияны соқтым. Ол соққан адамды іздеп жатырмыз. Бүгін видеозапистар менің ойымша келді түсетін сияқты. И Mercedes сатайын деп жатырмыз. Mercedes сатыла ма, сатылмай ма, бір құдай біледі. Енді бұйырғаны болады, сатылса сатылады. Маған керек бағаға. Сатылмаса енді сатайтын боламыз. Все, жаймен жылжи берейін. Өйткені достар, қазір мен камераны алсам и жалғасам. Мерседесте маған ұнайтын анақта не бар? Парторикқа мен машинаға қаншалықты жақындап жатырмын. Ол соншалықты маған точкалар көрсетеді. Короче, лучше даки артқа бер деп тұр, өйткені алдымызда орын аз қалды. Так, артқа жүреміз. Д-ға қоямыз, енді өткетуге смело болады. Достар, Мерседес пен Кияның айырмашылығын айтайын. Кия андай жеңіл көліктер болды. Кетіп даки анақа барып, мынақа. Сондай сияқты, ал Мерседес міне. Блин, салоны өте әдемі. Единственное, мынақтағы ағаш жетпей рульге. Сол кезде вообще жынды көрінетін еді. Так, жауып қойып. Достар, бүгін бізде қалада қар жауып отыр ма, жаңбыр жауып отыр ма, бір бәле болып отыр. Мен ақтан қазір аккуратно солға бұрылып кетейін. Блин, Мерседестің қызу өте қиын. Именно осы коробка, достар, мен айтып едім сендерге тупой деп. Мәші қызғанша қазір бұл коробка тебет. Қазір ремень тағым уайымдама. Мен өзім ремень таққан жақсы көремін. 234 мың пробегі болыпты. Мен алғанда достар бұл машине 197 мың болған. Бір жылдан асты 40 мыңдай жүріп соқты почти. Трассада енді достар машина кайф. 200-ден өзім ысырғам. Спокойно жүреді ғой. Қайық, корабль. Three hours later. Достар, мен көріп тұрған жоқ па білмеймін. Короче, машинаны көрсеттік, СТО-ға кіргіздік. Машинаны аламыз деп жатқан сияқты. Бірақ біз айттық, сол моторында істейтін заттары бар. Ходовканы да өздері көрді, диагностикада. Енді құдай қаласа понедельник күні аламыз деп жатыр. Көреміз достар. Мерс, сол адамдарға берсе кетеді. Мен достар бұны жөндейін десем, қазір бізде Kia бар. Сондықтан Мерседесті кейін басқасын алармын деп енді достар точно сататын сияқтымын. Сенші достар, мен қазір үйге барам. Көреміз Kia не болып тұрған. Әлі адамдар хабарласқан жоқ видеозаписпен. И сендерге өзімнің жаңа орнымды көрсем, компьютермен қайда отырғанымды. Так, мынақта жолдар опасный. Все, достар, үйге кеттім. Короче, достар, мен үйге жеттім. Бағана Кияның айнасын қолыммен ашсам, Мерседесте, вы чё, электричество. Короче, мәші прям екеуі бір-біріне арап тұр. Блин, достар, пока что білмей тұрмыз, ана камера көретін адам айтады, түнде болса ол зат көрінбеуі мүмкін деп. Менің ойымша ол ағзаммен істеп кетті и күтеміз. Бұлай негізі жаңбырды көрмейткен, қарандар Сарапина. Бірақ бір бәле бар осы жерде. Все, достар, мен үйге кеттім. Наконец-то мен достар үйге жеттім. Менің шашыма мән бермейді, просто мен қазір басым қышасын бір бәле жағып жүрмін и сондай ұйқыдан да құрайды.
В общем, достар, мынау менің жаңағы бөлмем. Осы жерде мен қазір видео түсіріп жүрмін. Достар, мен бағана айттым, осы жерге ақбарыс қайда екенін айтамын деп. Қазір бәрін дұрыстап мұқият тыңдаңдар. Достар, менің ойымша мынандай влог үшін лайк басуға, сондықтан кім лайк баспады, басып жіберді, каналға тіркелмеді. Так, мен қазір компьютерімді кнопкасын басып оталдырып жіберейін. Короче, достар, мынау менің өзімнің столым компьютерный, ол менің бұрынғы үйімде қалды. Ақбарыс та сол үйде қалды. Ол жақта тұрып жатқан адамдармен, короче, Ақбарыс та қазір өмір сүріп жүр. Негізі өте жақсы болды, потому что Ақбарыс кішкене бізге шаршатады. Тамағы бар, оның туалеті бар, оны тазалау керек. Мысық деген достар жұмысы көп зат, вообще животный деген. Так, компьютерді қосатып, мынау бізде получается тамақ жейтін негізі стол, үлкен және менің орнымнан максимально қымбат. Сонымен мынаған не болған? Сөйтіп жүрмін. Фух, қорқып кеттім. Короче, қымбат кресло, қымбат стол, достар, үлкен болғасын, мен мынау мониторды былай жалғап қойғанмын. Кәдімгідей кішкене сондай тема. В общем, осындай бөлме, мына жақта менің диваным, сол баяғы диванымды алып кеттім. Компьютер. Мен қазір, достар, скорее всего, кеше біз түсірген GTA 5-те бір видео бар, бакта, соны монтаждайтын жатырмын. Ал мынау влогты мен кішкене ертеңгеме қалдырып, потому что қазір далаға шығам, машина едем, сонда түсіру керек. Ал дәл қазір мен отырып монтаж жасап жатырмын. Мен ойымша нәски кию керек екен, мынау үйдің полы мұздай екен. Пол мұздай, мынау 2 қабат нәскимен отырсаң керемет кетеді. Мына жақта менің всякие нелерім, мына жақта менде шкафчик бар, всякие кілттермен, кішкене достар. Енді осындай версия. Так, микрофонды өшіріп и сразу монтаж жасайтын программа. Мышканы былай қосамыз да. Sony Vegas күтеміз. Не деген Mercedes, не деген. В общем, солай достар, мен YouTube-тың кнопкасын ана қалай едім. Тағы бір жағынан тиісу керек екен. YouTube-тың кнопкасын бір затқа ілмей, 2 затқа іледі екен. Сол, андақта свет қозатын жоқ. Достар, бағана машина көрген адамдар вроде аламыз деп жатыр. Мен қазір Kia мен жұмыстармен шайын деп жатырмын. Мерсик. Kia, достар, алдында мен сендерге көрсеткен дейін уже чехолдар кигіздім. Рульге ең тонкий чехол, сиденьяларға тонкий чехол. И адамдар мәшеге отырғанда тимесін деп уақытша осындай бәлдермен отырдым. И осындай чехол кигіздік. Даже нан алмадым. Кейбір заттарды алсам, мынақта тұрған заттарды алдым, мынақта тұрған. Вот мыналарға тиіскім деп тұрған жоқ. Айтпақшы, достар, айтып кеттім. Мен даже магнитімді Мерседестен әкеліп үлгердім уже. Өте удобный магнит. Және де плюстардан, достар, Кияда телефонды зарядтайтын тез зарядка тығатын несі бар. То есть обычный USB мынау, ал оң жағындағы Type-C ма не деп атайды. Өте, достар, тез зарядка жасайды. Айтпақшы, менде осындай бір проводым бар еді, істемей тұрған, соны апарып ауыстырып алу керек. В общем, солай. Kia жайлы, достар, енді Mercedes сияқты бұдан мощь жоқ. Вот газды басасың ғой. Бұл машина ойланады да жүреді. Ойланады болғанда әзер жүрем дейді жүреді. Ал Мерс болсайын, достар, 4 дөңгелегімен газ басқансаң деп көтеді. В общем, мынау, достар, более рабочий машина Kia Ceed. Бай жаман емес, арты осындай кейін. Короче, кеттік, достар, қазір заправить етем. Айтпақшы, достар, бұл машинада спорт режим бар екен. Қараңдар, спортты басасын, оппана деп спорт ауысып кетеді. Мен оны байқамағанымда ғой, прикиньте, нормальный. 1000 километр жүрдік, енді, достар, бізге автосалонға бару керек те көрсету керек. Типа, машинаны қарап жүріңдер, енді 1000 километрін жүріп тұрсады, нормально ма, жүрейік па деп. 1000 километр жүргеннен кейін мынау машинаның газын енді қаттырақ басуға болады. Обкаточный режим дей ма, не дейді? Достар, түнгі сағат 10-да Кияға отзыв. Мен, короче, қазір Алматының таулы жағында жүрмін, Аль-Фарабидан жоғары. Не істеп жүргенін сұрамап қойыңдар, бірақ мынақа ұшып келген сопа деймін ғой. Мен енді, достар, осы көшемен маған примерно 2 километрдей төмен түсу керек. Так, машина уже 74-ке, бензинім бітті. Камераға түсірсе артта не болып жатқан көресің. Жаңбыр, ойбай, қар жауып, достар, погодадан қарсыш не болып жатқан. Блин, Кияға, достар, әдемі фара жетіспейді, әдемі освещение, ё-ма. Так, бәрі керемет, достар, ана жақта Алматыға түсіп баратырмын. Бір қолыммен телефон ұстап көрсетсем, неудобно, мынау таулы жер, опасно. Еще гололед болуы мүмкін. -8 дейді. Все, короче, үйге қайттым.
Good morning. I just wanna say that ду. Достар, Kia ана жерде тұр. Кеше бізде қар жоқ деп айтқан болатын, маған қарасаңдаршы, Mercedes қозғалмай тұрғасын. Ема, мен қазір тазалайын деп тұрмын. Блин, багажникта достар тазалайтын заты бар. Қалай ойлайсыздар, алам ба? Давайте рисковать етемін де, мен қазір мына кнопканы басып көрем. Ашылмайды оны, қатып қалған. Ей. Короче, достар, кілт басаңыз, багажник ашатын кнопкасын. Немесе бітеміз. Қазір қар кететін болады. Қатып ашылсай. Айнасы ашылды. Мен ажаққа кішкене қар кіріп кетті, блин. Ешек қаз. Мынаның қарын тазалау қиын болып тұр ма? Әзер дегенде аштым. Мен курткамды кішкене кір қылып. Так, достар, осы жердің төменгі жағында қалай ашылшы еді? Былай ашылады. Щетка бар міне. В общем, щетканы алдым. Енді машинаны жауып көрейік. Ай, бұл дауыс қандай. Мә, достар. Все, машина жабылды. Так, машина, достар, мен оталдырмайын, потому что... мынау есік неге ашылмаған? Айнасы, точнее. Короче, қазір мен былай ашып көрейін. Қысқы влог деген кайф осындай бар. Өзін машинаны тазалайсын да ашасын. Так, давайте, достар, мынау есік тазалап. Негізі, екі айнада уже ашылып тұру керек болған. Анау айна ашылмайды, прикинь. Анау айна ашық. Ема. Мерс, красавчик. Все, достар, енді мен мына машинаны қазір тазалайтын боламын. Мерсикті. Анау Мерсикке енді жетпейді. Ал кетті кенше, достар. Үстінен бастаймыз. Влог ұнаса, достар, лайктарын басып ұмытпаңдар. Мен влогты максимально ұзақ, қызық болсын деп көрсетіп жатырмын. Ух, ё-моё, мынақта нау бар екен ғой еще. Короче, достар, мен машине перчатка тауып, перчаткамен тез-тез тазалап тастадым. Іші енді кір, еріп кетеді, іші енді бүйтіп қоясың, жаба саласың. Короче, машина вроде таза. Ал енді жауып көрейік, айналар жабылады ма екен. Қазір камераны бетейін. Кілт істемей қалған дейсің ғой. О, мін жабылды. Нормально, достар. Кішкене болса тазалап қойдым. Енді Корейцке барғанымызда оны оталдырамсақ, оның кілтін мен ұмытқан жоқпын. Корейстің кілтін мынау, самурай. О, амандасты әні. Парасын қосып қойды сразу. Кеше мен, достар, киемен түнге үшін жүрдім, қарамда номерін ешін көрінбейді. И Мерседес сияқты бұл үйтіп қатты қар болмаған, бірақ мәше, достар, көп жүрген көріп тұр, кір. Так, аккуратно ашамыз. Ема. Оны енді, достар, оталдыр көріп өткені. Қазір біз мамамен базарға барып картошканы бәрі аламыз. Ал оталдырамыз да бәрін қосамыз. Так, мынаны максималкаға жібереміз и... Все, Данияр дейді, достар, Данияр. Все, кеттік қазір. Ой, айтпақшы, бензин ой керек. Айналарын аш жерек. Болды енді, достар. Опа. И артын былай аш. Ема қатып қалған бұны айнасы. Достар, машина масқара кіріп. Бүгін сыртын жуып жүріп, чисто. Арты енді бәрі нормально екен. Все, қазір күтеміз де оқимыз. Блин, айтпақшы, машинаға мына жаққа пленка жабыстыру керек, телефондыкіндей. Телефон бетін қорғайды ғой. Солай мына пластикті да қорғайтын пленка жабыстыру керек, детейлинг деген жерде мына бәрін қаптап береді. Соған апарамай жүрмін. Анау заводской, если что, екі пленка. В общем, достар, мінеки біздің екі көлікте тұр.
кияны енді ғана жудым, бағана қандай кіреді. Машинаны тап-таза алып жуып берді. В общем, достар, давайте осы видеоны осы жерде бітіре салайын. Сендерге видео ұнаса лайктарын басыңдар. Бұйырса, достар, видеозаписті мен көрсем, бір Kia деген көлік соғып кеткен сияқты деп отырмыз. Алдағы уақытта енді табармыз деп ойлаймын, полицейскийлер азындап. Себебі мен Даник Реал. Келесі видеоларда көрсетіп сау болдыр, каналға тіркелдер, аман болдыр. Давайте.